Сот мәжілісі басталды деп сіз Тоқберген Қасқаров Байтасовқа қатысты 490 бабымен 3 бөлігімен қаралып жатыр. Тараптарын кім бар? Тараптар. Дін істер басқармасының Габдрахманов Талғат Мұратұлы. Тоқтаңыз. Байтасов, содан кейін Габдрахманов, да? Аха, Габдрахманов. Адвокат Ескуат Рима Ескуатовна. Габдрахманов. Талғат Мұратұлы. Қалай? Талғат Мұратұлы. Осы іс Астана қалалық сотының судьясы Қасиеттің төрағасы деп қаралады. Қарсылықтарыңыз бар ма? Жоқ. Жоқ. Құқықтарыңыз білесіз бе? Білеміз. Қалай естілмей тұрмын. Не дедіңіз? Құқықтарыңызды білесіз бе? Құқығыңызды білесіз ғой дейді, заңды. Мен білем, Байтасовқа түсіндіріп жіберіңізші құқығын. Байтасов, осы іс бойынша әкімшілік іс бойынша қатысады. Өз пікіріңізді айтасыз, қойылған сұрақтардың жауап бересіз, өз пікіріңізді қолдайсыз, материалды танысасыз. Кейін іс материал шығарылғаннан кейін оны сіз шағым келтіруге құқылысыз. Толығымен өз пікіріңізді айтасыз. Жақсы, түсінікті. Қосымшаларыңыз бар ма? Түсінікті. Тыңдасаңыздар болды онда. Тыңдаймыз ғой, қосымшаларыңыз бар ма? Бірінші адвокат сізге жауап бересіз ба? Кім Тоқберген Қасқарович Байтасов бірінші кім? Кімге сөз береді? Ең бірінші мен толық уәждерін сізге баяндап берейін. Құрметті апелляциялық сот Астана қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының 2023 жылғы 25 қаңтардағы қаулысымен Тоқберген Қасқарович Байтасов Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 490 бабының 3 бөлігімен кінәлі деп табылып, оған мемлекеттік бюджет кірісіне 241.500 теңге әкімшілік айыппұл салынды. Құрметті апелляциялық сот, осы соттың қаулысын Байтасов заңсыз әрі негізсіз шығарылған. Сонымен қатар оның құқықтары мен бостандықтары бұзылды. Сондықтан төмендегі негіздер бойынша сот қаулысының күшін жоюға жатады деп санаймын. Біріншіден, судьяның сот қаулысында жазылған істің нақты мән жайлары туралы түйіндері істегі дәлелдемелерге сәйкес келмейді. Сонымен қатар, бірінші сатыдағы сот әкімшілік жауаптылық туралы заңды дұрыс қолданған жоқ. Және әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің процестік нормаларының елеулі түрде бұзылуына жол берді. Яғни, Қазақстан Республикасы әкімшілік құқықтық бұзушылық туралы кодексінің 802 бабының әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғау үшін себептері мен негіздері туралы талаптарының бұзылуы орын алды. Атап айтқанда, әкімшілік құқық бұзушылық туралы қаптамада 2022 жылдың 23 қараша айында Астана қаласының экстремизмге қарсы іс-қимыл басқармасына түскен ақпарат бойынша YouTube видео постингте Байтасов Тоқберген діни материалдарды қолдана отырып миссионерлік қызметін жүзеге асырған. Ақпаратты тексеру барысында ол ақпараттың анықталғанын және бірнеше тақырыптарды атап өтіп, YouTube видео постингте бейне жазбалары жарияланғанын көрсеткен. Әрі қарай дін тану сараптамасы жүргізілгенін, оның қорытындысына сәйкес ұсынылған видеоматериал Қазақстан Республикасының аумағына пайдалануға және таратуға ұсынылмайды деп көрсетілген. Алайда, құрметті апелляциялық сот сіздің
Өйткені дін тану сараптамасының қорытындысында, одан әрі сараптама қорытындысы, бейне жазбалардың мағынасы қандай және неліктен оларды Қазақстан Республикасының аймағына пайдалануға және таратуға ұсынылмайтынын анықтайтын қандай да бір дәлел келтірілген жоқ. Атап айтқанда, сараптама қорытындысында әрқайсысының тақырыптарын көрсетіп, 7 видеоматериалдар ұсынылғаны жазылған. Бірақ та сарапшы тек қана діл білімін меңгермей, діншіл ел басқарушы болу ібілістің жобасын ғана атқаруға тұрады атты бір видеоматериалда тегін ауыстырушы азаматтарды күпірлікпен айыптау белгілері кездеседі деп байтасовты сынға салды. Және де құрбандық арқылы бәледен мазһабшылар жалғасынан кәпірліктен тазару аталы жолымен атты материалда мазһаб ұстаушы азаматтарды күпірлікпен айыптау белгілері кездеседі деп байтасовты қайтадан сынға алды. Одан әрі сарапшы аталмыш видеоматериалдарда ата жолы оккульттік мистикалық діни бағытына тиесілі хан шығару рәсімі орындалады. Рәсім қозғалыс жетекшісі Тоқберген Байтасовтың қатысуымен атқарылған деп көрсеткен. Аталған сараптама қорытындысында құрметті апелляциялық сот Тоқберген Кескерович Байтасов миссионерлік қызмет атқарды деген қорытынды орын алған жоқ. Яғни сараптамашы ондай қорытындыға келген жоқ. Сонымен қатар Астана қалалық сотының назарына Байтасов төмендегідей жайды ұсынады. Біріншіден, жоғарыда аталған дінтану сараптамасын жүргізген сараптамашы теолог маманы емес. Оның қандай лауазым иесі екені көрсетілмеген сараптамада. Ол жай ғана дінтану магистрі деп аталған. Яғни, құрметті апелляциялық сот, сарапшының дінтану сараптамасын жүргізу құқығы жоқ. Оған құқық берілмеген. Әрбір дінтану магистрі ол сараптама жүргізуге құқығы жоқ. Сонымен қатар, белгілі бір Құран аяттарына және қазақ әдет ғұрпы салт дәстүріне қайшы болған жағдайда ғана дін қағидасын бұзған болып саналуы керек. Алайда сараптама қорытындысында қандай және қай ережелердің бұзылғаны жөнінде көрсетілген жоқ. Сондықтан іс бойынша дінтану сараптамасының қорытындысы Тоқберген Кескерович Байтасовтың іс-әрекетінде Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 490 бабының 3 бөлігімен кінәлі деп тануға негіз болып есептелмейді. Ал осы істің құжаттары бойынша тек қана осы дінтану сараптамасының қорытындысы соған негіз болған. Ал оны жүргізген маманның құқығы жоқ ондай сараптама жүргізуге. Сонымен қоса Байтасов оған әкімшілік құқық бұзу туралы іс қозғалған сәтте төмендегідей заң талаптары бұзылған деп санайды. Біріншіден, Қазақстан Республикасы құқықтық бұзу туралы кодексінің 802 бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғау үшін себептер мен негіздер орын алған жоқ, құрметті апелляциялық сот. Екіншіден, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 803 бабының 1 бөлігі 4 тармақшасының талаптары елеулі түрде бұзылып, әкімшілік құқық бұзушылықтың жасалған орны, уақыты және мәні әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамада да сот қаулысында да көрсетілген жоқ. Бірінші сатыдағы сот хаттамада көрсетілген мән-жайларды сөзбен-сөз көшіріп алып, сот қаулысының негізіне салды. Сонымен қатар, құрметті апелляциялық сот мәжілісі Байтасовтың халыққа Абай ата, Шәкәрім ата, Машкүр Жүсіп аталардың қазақ халқының ескі салт дәстүрін дәріптеп айтқан
заңдары жөніндегі және осы ата-бабалардың білімдерін жаңғыртқаны үшін жауапкершілікке тартқалы отыр деген жауаптарына сот қандай да бір заңды бағытқа берген жоқ. Сонымен қатар, әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырған тұлға Байтасовтың жауаптарын жоққа шығаратын дәлелдемелерді бірінші сатыдағы сотқа ұсынған жоқ. 16 қаңтар 2023 жылы сот кабинеті арқылы Байтасов соттың талап етуі бойынша өзі басқаратын ата-баба жолымен рухани жаңғыру аймақтық қоғамдық бірлестігінің 20 қыркүйек 2020 жылғы Астана қаласы әділет департаментінің нөмірі 57-19-19-ХБ бойынша тіркелген жарғысының көшірмесін сотқа жолдады. Аталған жарғыда ата-бабаларымыздың емдеу тәсілдерін, табиғаттың, шөп және шөптесін өсімдіктердің емдік қасиетін зерттеу, тәжірибеден өткізіп жаңғырту, хатқа түсіру және тарихи тұлғалардың есімдері, ел аузында жүрген тұлғалардың ілім-білім жолындағы еңбектеріне, ерекше қасиеттеріне, ел аузындағы аңыз болып айтылатын әфсаналарға зерттеулер жүргізу, жинақтау, бүгінгі ұрпаққа оны насихаттау, хатқа түсіру, қоғамдық өмірдің әртүрлі мәселелері бойынша бастама көтеру, тағы да басқа қызметтерді көрсетуге оған заңды түрде рұқсат берілген. Алайда сот ұсынылған құжатқа заңды түрде баға берген жоқ. Сондықтан құрметті апелляциялық сот бірінші сатыдағы сот судьясының сот қаулысында жазылған істің нақты жайлары туралы түйіндері істегі дәлелдемелерге сәйкес келмейді. Және де сот әкімшілік жауаптылық туралы заңды дұрыс қолданған жоқ. Сонымен қоса, іс жадығасында орыс тілінде толтырылған бірнеше процессуалдық құжаттар бар. Олардың мағынасы сот пен Байтасовтың ана тіліне аударылып, оған түсіндіріліп берілген жоқ. Сөйтіп, бірінші сатыдағы сот әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің процестік нормаларының елеулі түрде бұзылуына жол берді. Осы жоғарыда баяндалғандардың негізінде Байтасовтың апелляциялық соттан сұрайтыны Астана қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының 2023 жылғы 25 қаңтардағы Тоқберген Кескерович Байтасов туралы қаулысының күшін бұзып, істі өндірісіне қысқартуды сұрайды. Рахмет, құрметті апелляциялық сот. Рахмет сізге қатысушылар. Рахмет айтамын. Байтасов Тоқберген Кескеровичке беріледі. Рахмет. Бұл жолы енді соттың, апелляциялық соттың төрағасы деп бастайын. Себебі бұл 5-ші болып атқан сот, бірінші рет осы сот төрағасымен кездесіп отырмын, көбінесе ылғи әйелдер соттайтын мені. Мына алдында дәл осындай тақырыппен, осындай масқапты сынағаным, осындай қазақ елінде болып атқан жағдайды сынағаным үшін, және осы ғылымдық тұрғыда осы адасқандарын сынағаным үшін, ғылымсыз әшейін қол пәтуа жасап, ой жорып, биліктің заңына бағынып, Құдай ісіне бағынбаған сынағаным үшін, мені қылмысты деп табылып, 174-ші баппен соттаған. Сол кезде маған ұсынған, сенің айыбыңды өзің мойындасаң, біз кешіреміз осындай апелляциялық, мына неге құқықтық деге деңгейге түсіреміз деп. Бірақ мен келіскен жоқпын. Себебі бұл бізге керек болды. Керек болатын себебі бұл тарихи мағлұмат, бұл тарихи біздің ұрпақтарымыз азбас үшін адамды қалай адастыратын осындай тарихшымен осыдан келістім. Қазір 1,5 жылдан асты. Мен ешқандай да шағымданған жоқпын, себепті Құдайдың үкімін күттім. Құдайдың үкімі келді, және сонымен бірге мынау қазіргі арпалысы мына экстремизм бөлімден келіп, біз үйден қууға тырысып, әртүрлі жала жауып, осындай міне қол қойдырып алып, осын сіздерге беріп отырмын. Жарайды. Енді оны дінісіне келіп, осындай мені қылмыс деп таулы, жарайды. Бірақ сол дінісі деген,
дін тану жоқ деген өзі ақмақтық, надандық. Дінді танымайды, ол адам емес. Ол бір бейне форма жоқ. Дінді тану үшін ол Әл-Фараби жатқанындай сызықтық беріле керек, сандық бейне керек. Бұлар қай дінді таны деп жүргенін мен түсіне алмай жүрмін да. Кімді таныта алмай жүрген? Дінді танымайды, мен Құдай тану жолында жүрген. Құдайсыз қорайсыз. Мен Алланы тану жолында жүрген. Мен Масхабты, Ханафиді, немесе басқа бір әулиелерді тануды емес. Құдайдың көрсеткенін ғана танитын адаммын. Сондықтан бұлардың айтып отқан дінісі дегеннің өзі қысқарту керек. Дінісі деген ол ондай ешқандай да дінде қаралмаған. Себебі дінісі мен Құдайсын ажырата алмас деп Абай атамыз айтып кеткендей, дін дегеннің өзі 8-ден тұрады, 8-ден. Сонда 8 діннің қайсысын таны деп жүр? Ислам ол арабтарға түскен жоқ, исламды қоштадым деген. Сол исламды 8-ші болып, ислам Құранменен бекіді, Тәуратты қайталайды дейді. Тәуратта аяттың бір сөз өзгерсе ату жазасына, өлім жазасына кескен. Бұлар Құранның 100-деген аятын өзгертіп отырып, біз тура жолдамызда дейді. Қандай жолдасыңдар? Құдай бермеген жолды кім біледі? Ал 8 діннің қайсыны мен танымаппын сонда? 8 діннің басын қосқан қазақтың бабаларымыздың еңбегі бүкіл оны дәстүр деп атайды. Дәстүр деген ешқандай елде жоқ, Өзбекте де, Қырғызда да жоқ көршіміз. Дәстүр деген қазақтың ғана меншігі, сексеуіл деген ұғым сияқты. Осыны алып, дәстүрді алып, масқап деп, оны 5 парызға байлап қойып, қазір деген халық үшін ел білініп жатыр. Біреулер тәңірші болып кетіп жатыр, біреулер сопылық деп кетіп жатыр. Біз өзіміздің ата-бабаларымыздың мирастарынан отырар кітапханасы, тағы да үлкен мұрағаттар, осылардың бәрінің қазынасы оны менде тұр. Оның кезінде көрсет деген Назарбаевқа, бірақ оны қабылдамады. Құрметті мына апелляциялық сот, бұл жерде мен сіздерге бұл деңгейге дейін көтеру үшін әдейі осы хабарды айту үшін ғана. Әйтпесе біз айына 2,5 миллионға дейін жетім жесірлерге осындай көмек түрінде халықтан жинап садақасын таратып отырмыз. Осы мінекей Құдай ісіменен, Құдайдың бұйырғанына. Бұл тұрған мен айыппұлын төлей салуға болатын, бірақ бұлардың зұлымдығы сол. Біздегі кемпірлерді кешегі жүрген қиналып, өздерінің баласын қиналып, басын тауға тасыған солардың түзелгендерді сүйреп алып сотқа тартып жатыр. Сондықтан мен әдейі бұны істедім. Себебі неге? Солардың қайғы қасіреттерін, солардың мұң-мұқтаждарын аударатын уақыт келді. Бұл бақсылықтың ісі, ақ бақсылықтың. Оны Ес-Сәуи бабамызда кезінде осыны қайталаған. Мінекей ата-бабалардың қайталайтын уақыт келді. Осы отырған дінді білмейтін надандар тек қана осы арабтың салтына байлап қойып, өз қазақ ұлтының дәстүрін бұл дін емес деп қудалап жүргендерге енді үкім түсті мінекей. Міне соны мен жариялау үшін отырмын да. Мен сізді құрметті сот төраға сіздің қалай шешкеніңізде меніңше бәрібір. Бірақ бұл тоқталмайды, қол жиналып жатыр. Тағы 5 рет арызды берді. Біз енді жеке-жеке әлемдік деңгейге де шығып, кеше Түркияның осындай қырылатынына дейін мен Ердоғанға хат жазған. Оны ешқайсысы қылмады. Мына Қытай халқының басшыларына хат жазылды, Путинге хат жазылды. Әлем халқы бізге зерттеуге келейін деп жатыр. Сөйтіп отыр, біздің аяғымыздан шалып, дінісі деп. Мына отырғандардың бәрі шариғатқа байлап қойып, мен сонда Құдайдың айтқан, көрген уақиларымды, сонда осылар сондарға мен ұқсата алуым керек па? Сонда осы жас балдардан мен ұқсата алуым керек па? Ғылымды Құдай береді, тура жолға Құдай салады. Ешқандай да осының бәрін 70 әулие бізден миғражға көтерілген, соның бір Шәкәрім атамыз. Бірде арабтан миғражға көтерілген, немесе қазір әулие болып арабының бел түскен, бірде-бір араб салтында, мына түріктерде жоқ, сонан қирап жатыр. Қазақ халқын кешегі мақсұмдарымыз, кешегі қалдыларын әлі кезге дейін басына барып халық шипа салып жатыр. Бізді зираттады деп қудалады, соттады. Бізді қамшымен емдеді деп қудалады. Бізді осындай қазір сендер дейді, дінді білмейсіңдер деп қудалады. Құранда айтқан, мен сендерге Құраннан шипа рахмет түсірем деген. Бірде-бір шипасы жоқ. Қаншама қазір біз мыңдаған аурудың шипасын таптық. Қаншама халық өзінен-өзі жазылып жатыр. Сонда бұлардың дінін мен түсінбей жүрмін да. Бұлардың дін не дін сонда кітаптағы? Міне осы мен айту үшін, мінекей мына осы жас балдарды аяп айтып отырмын. Осы тұра отырған мына жас балдар әлі өзінің діннің не екенін дейді. Дін әр адамның өзінде, жүрегінде тұр.
мінекей мен сендердің күре тамырларыңнан нәпсіңнен де жақынмын деген. Соны Алланың елшісі айтып кеткен. Мұхаммед оларға айт деген 10-16 аятта. Мен сендердің іштеріңде өмір бойы болсам да, сонда да түсінбейсіңдер ме деп. Ол деген махаббат, ол деген сүйіспеншілік. Дін деген 3 нәрседен тұрады, білетін болсаңыздар. Бірінші қажырлық дейді, ол яссы деп айтылады, яссауи бабамыз астылады. Екінші сүйіспеншілік дейді, Мұхаммед пайғамбарымызбен байланысты. Үшінші барып ақиқат дейді, ол Інжілмен байланысты. Біздің қазір айтып жүргеніміз осы Інжіл. Және де Құранда 5-ші 6-8-ші аятта ескерткен. Мұхаммед оларға айт деген, сахабаларға, арабтарға. Сендер Інжілді, Тәуратты, және де оған дейінгі түсіргендерді білмесеңдер түк емессіңдер деген. Саған түсірілген қарсылық осы арабтардың деген, саған түрген Құран осы арабтардың қарсылығын арттырады, азғындығын арттырады. Сен оларға қам жеме деген. Ей Мұхаммед, сені білеміз, бұлар иман келтірмейтін ел дегенді айтатынды білеміз деген. Иманды келтірмегендіктен қазір Түркия қырылып жатыр. Иман келтірмегендіктен осы мына жауынменен арабты осындай бар. Ертең мұз басады Қағбаны. Ал иман келтірген тек қазақта ғана. Бұл балдар анау тұрған Наурызбай қажыдан бастап иман келтірген не екенін білмейді. Сөйтіп жүріп, мына ақсақалдық жасқа жеткен, мына ақыл деген жастан дейді. Ол жас пайғамбарлық жас дейді. Пайғамбарлық жасқа жетпей, 40-қа келмей ақыл толмаған балдарды бізге осындай үргізіп қойған мен білмеймін ейбілік. Бұл мен ашықтан ашық енді осындай жариялайын. 8 дін бар екенін, ол 8 діннің ішінің 8-дің 3-тен 1 ғана осы, мына біздің масқаптың осы аздырып отқан мінекей халық білсін. Оның есебі бар, сандық белгісі бар, түрі бар, түсі бар. Ғылым деген ол өлшем. Сендер айтқандай тек тәпсірден оқып алып, бұл дін емес. Және де сонымен бірге бұнда үлкен белгілер бар. Кеше Қажы бабаның шыққан ана 10 шырағдан 16 тұрған белгі осы діннің белгісі. Оны әлкім ешкім зерттеген жоқ. Бұның әлі біз кітаптарын ашамыз, отырар кітапханасын ашамыз. Сендер осы мына дін ісін деп отқан, сендер масқара боласыңдар. Сонымен бірге мына құрметті мына сот төрағалар, сендер масқара болдыңдар. Осылардың айтқанымен, осылардың тапсырмасыменен қаншама осы адамдарды осындай зұлымдыққа түсірдіңдер. Сонан халық өзінің ата дәстүрін ұстануға қорқып отыр қазір. Соған шыға алмай отыр, бірақ Құдайдың үкімі түсті. Ертең Алматыда сел болады. Таралда мына Арыста жер сілкінеді, су басады деп жатыр. Солардың бәріне біз қанменен құрбандық шалмай, тасаттық бермей қайдан құтыламыз? Арабтардың өзінде кеше 800 адам өліп кетті. Тасаттық деген ол шайтанға тасату емес. Осы надандардың білдірген тасаттық деген қазақта тұр. Ол қанмен тасаттықты. Осылардың бәрі арабта, зиратта дұрыс емес. Осын сынағаным үшін, әрине мені қазір террорист, экстремист деп мына Масимов мырзаның өзі пенсияма дейін жауып тастаған. Маған бәрібір. Себебі мен халықтың адамымын. Артында оған ескертік Масимовқа да. 8 жыл бұрыннан бері ескертіліп келе жатыр. Құртасын қазақта қызыл қырғын болғаныз кеше сотта осының өзі дұрыс емес деді. Осының бәрі Құранда жоқ деді. Халифа Алтайдай аудармашы қазір әлемде жоқ. Қаншама қиындықты көрген, соғыстан өткен, сыналған, жаяу жүріп Түркияға дейін барып, осы Алланың сынағына деп Құранда аударып отыр. Сөйтіп Алла тағала ол кісіге иман берген. Бұлар жылы жерде отырып арабқа барып, арабша үйреніп келеді да, мен Құранды алып, Құранды түсіндім дейді. Осының бәрі зұлымдық кімнен шығып отыр? Құрметті сұрағанымда сіздер мен біздерден шығып отыр. Өз дәстүрімізді, өз тілімізді, өз ділімізді білмегеннен кейін, дінді ділсіз меңгерген осы әлемдегі қасірет. Қазақтың тілі 147, арабтың тілі 143. Ол ділді қалай неғат, мен ертең жапондықтарға айтсам, олар келіп бірден осыны қағып алып кетіреді. Мен көптеген құпияттар жасырып отырмын. Жасырып отқандан кейін сосын әрине мен қорықпаймын, себебі Құдай мені осылай қорғап отыр. Отырар кітапханасын жасырып отырмын. Сондықтан мен онда қорқыныш жоқ. Құдай ертең оның бәрін шығарамын. Қазақты біз әлемге танытамыз деп осындай арпалысып жатырмыз. Бұлар біздерді келіп аяғымыздан тартып қалайда орға жамап іблістің жобасын атқарып отыр. Бұлардың бәрі іблістің, шайтанның жамағатына айналды. 30 жыл бойы халықты кәнекей, бірде-бір әулие шыққан жоқ, бірде-бір ғылым шыққан жоқ. Біз тек қана дінді білеміз, ғылымды меңгеру деген, ол әл-фарабилер шығу керек, ол игінікілер шығу керек,
Ол деген кез осы әлемдегі барлық ғылым қателіктерін іздеуіміз керек. Ол жаңадан қуаттала ашылу керек. Біздің өмірге текті ұрпақтар, намат ұрпақтар келу керек. Ал осының бәрі қайда? Бірде-бір жоқ. Енді отырғаннан жас балдар бізге келіп дінді білмейді деп. Дінді өздерің танып алыңдар әуелі. Ол ана мен 8-ін айттым. Қалған енді қалған 8-ін 16 қыл өздерін түгендеп алың. Неге сәжде деп? Дін дегенің өз екі нәрседен тұрады. Бірін сәжде дейді. Оны айтқан, ей, жер мен көк деген, ерікті еріксіз түр дегендерден. Еріксіз түрде тарайтын құлшылығын сәжде дейді. Ал ерікті түрде жасайтынды оны құлшылық дейді. Екеуі де 8-ден тұрады. Егерде сол қазақтың осы ата дәстүрі, осы ата-бабаларымыздың аманатты біз істесек те, істемесек те, ар, ұят, ұждан деген бар. Біз ол еріксіз сәждеміз. Ата үлкен сыйлау еріксіз біздің сәждеміз. Сендер үлкен түгіс тақалымдан, жағаннан алып жүрсің деп. Сәжделерің жоқ сендерің. Әуел сәжделерің түгендеп алыңдар құлшылықтан бұрын. Менің айтарым осы. Ал енді құрметті ұстаз төрағасы, қатты айтсам енді сіз кешіріңіз, сіздер үшін артық шығар, мен үшін ешқандай артық емес. Сіз қалай шешім шығарсаңыз да, мен үшін бәрібір. Бұл мен үшін айыппұл түкке де тұрмайды. Бірақ бұны біз соңына дейін жеткіземіз. Маған сіздердің осы деректеріңіз керек. Енді осыдан жоғарғы конституциялық сотты көреміз. Сонан кейін бар, әлем алдында сіздерді сотқа тартамыз. Мінеки дін істер, әлем алдында. Осыны мен Құран ұстап сендерге ант берем. Менің айтарым осы. Келесі сөз Ғабдрахмановқа беріледі. Құрметті апелляциялық сот, енді мына кісі бізде қазір түсініктеме бойынша, материалдар бойынша Тоқберген Кешкирович өзі түсініктеме берген болатын сол күні. Рапорттар орысша таныстырылды, және де бірақ сол күні 23 қараша күні ол кісіге түсініктеме алынған болатын. Түсініктеме демек, ол жаңағы рапорт бойынша баянаттар мемлекеттік тілде, қазақ тілде түсіндірілген болатын деп есептеуге болады. Және де айтып кетейік, қазір осы Тоқберген Кешкирович, біз енді қазір зайырлы мемлекетте тұрып жатырмыз қой. Сіз енді былай қазір айтамыз, анау дін, мына дін деп. Сіз мына көп тақырыптардың бәрі салт дәстүр емес, дін бойынша болып кетті да, жаңа өзіңіз айтып шайтан, түрлі болжау бойынша мистикалық нәрселер айтып жатсыз. Енді мынау болжамдарын сіздің қайдан алады, неге негізделесіздер сіздер осы? Кешіріңіз, мен Құран зерттеу үшін мен әуелде мен инженермін. Мен мына математиканы, высший математиканы бәрін... Айтады. Ғабдрахманов, енді пікіріңізді айта береді. Содан кейін мен сұрақ қойып жатқан негізі. Сосын мынау, енді бізде айтып отыр ғой, мына кісі дінтанушы, сараптама жасаған адам дінтанушы емес деп. Бұл кісі дінтанушы, мына жерде көрсетілгені сараптамада, оның біліктілігі, сарапшының біліктілігі көрсетілген. Бізде сараптаманы уәкілетті орган, ол бізде дін істері жөніндегі комитет бізге сараптама өткізеді. Солардың сарапшылары. Сондықтан бұл негізі сараптамада айтылғандай, бұл ата жолы оккульттік мистикалық діни бағытында өзі мына видеоның өзінде көрсетіліп тұр, қан шығару рәсімі орындалған. Бұл кісілер енді мынау бұрынғы Ақжол деп аталған, кейінгі осы ата жолы деп аталған ұйымның жалғастырушы ретінде анықталған бұл неде сараптамада. Сондықтан негізі бұл көп жаңағындай сіз жаңа кім Рима Исқуатқызы айтқандай, ата жолы рухани жаңғыру, ата жолымен деген жаңа ұйым тіркелген деген заңды түрде юстицияда, мысалы әділет министрлігінде. Бірақ ол жерде мен осы Айнұр Мұсаханова келген кезінде, ол ханның жаңа ережелерімен танысқан кезінде, ол жердің ішін міндеттерінде дінге қатысты дінді насихаттау бойынша ешқандай да мақсат көрсетілмеген, міндеттер көрсетілмеген. Ол жерде тек қана салт дәстүрді зерттеу және насихаттау жазылғанда, енді бұл кісілердің айтып жатқанда, істеп жатқанда дінге қатысты болып тұр да қазіргі жағдайда біз қарастырып жатқан, сондықтан бейнероликтерді. Енді бұл кісілер бізде сосын екіншіден тағы айтып кететінім, бізде мысалы әр діни ұйым, біз демек дін туралы айтатын болсақ, насихаттайтын болсақ, бізде мынау жергілікті атқарушы орган, ол біз дін істер басқармасы, сонда бізде мынау кісілер жаңағы ата жолы болып келесіздер ма, ол өздеріңіздің еркіңізде бізге келіп
миссионер ретінде рұқсат алуларыңыз керек, тіркелуіңіз керек. Бізде ол мемлекеттік қызметке жатады. Сондықтан сіздер мемлекеттік қызметтен өткен жоқсыздар. Мен оны Айнұр апайға да түсіндіргем. Біздерге сіздер егер де заңды түрде миссионерлік қызметпен айналысқыларыңыз келсе, дінді насихаттағыларыңыз келсе, онда сіздер рұқсат алуларыңыз керек дейді. Енді мына жерде әр адам мен мыналарды тыңдауым керек, ананы тыңдауым керек деген болмайды. Өйткені бізде Қазақстан Республикасында тұрып жатқан, зайырлы мемлекетте тұрып жатқан бізде заң бәрімізге бірдей. Әр нәрсенің рұқсаты, құжаты, растайтын құжаттамасы болу керек. Мысалы, сіздің ұйымыңыз дінмен айналыса ма, оны растайтын, тіркелген заңды тұлға ретінде дінді насихаттайтын діни ұйым ретінде сіздер тіркеулеріңіз керек бірінші кезекте. Бұл енді қазір бір жағынан діни басқарма туралы айтып жатырмыз. Енді басқа жайлы діни басқармаға діни мұсылмандық Қазақстан мұсылман діни басқармасы тіркелген болатын. Олар заңды түрде істейді. Сондықтан оларда барлықтарында растайтын құжаттар бар. Дәл сонда сіздерде миссионерлік қызметпен айналысу үшін, дінді насихаттау үшін тіркеулеріңіз керек. Мына апелляциямен келіспейді. Жоқ, келіспеймін. Шығарылған шешіммен. Қайсы шешіммен? Қаулы. Қаулымен келіспеймін. Я апелляциялық шағыммен келіспеймін. Кеңес бөлмесінде қалды. Өз жүрмейміз енді. Бұлардың айтып отқан, дінде отқан арап салтын айтып отыр да. Қазақтың салты демес, бұлардың арап салты дін болып отыр ғой, сол ғой. Сол надандығын өздері айтып отыр ғой. Бізге тіркеулерің керек дейді. Сонда ол қалай сонда біз 8 діндің басын біріктірген дәстүрді 3-тен 1-ін ғана бітірген соған тіркеу керек шариғат. Олар арабтың салтын айтып отыр. Сонда сендер арабтың салтын айтпадыңдар. Бұның бәрі надандық қой, топастық. Мен онсыздан өттім. Бұлар маған бәрібір не істесе де. Қалай шешім шығарса да бәрібір. Бірақ бұны енді әрі қарай жалғастырамыз. Көрейік. Маған осы ойны ғана керек. Көрсін өздері. Жоқ, ешқандай неше жоқ, бұл көрсін өздері. Құдай менен қалай соғысқанды. Мен Құдайдың миссиясын орындаушымын. Осылармен соғыстырды Құдай тыңдап отыр ғой. Айтып отқандарын. Оны қалай сосын көрсін. Құранды да білмейді өздері, я кітапты да білмейді. Шәкәрім атамыз айтқан саламға тойған есек деген солар осы. Гүл термегеннен кейін не пайда ол? Ортаңыздан тұрларымыз тұрайық. Протакс жаңағылардан. Алғын қарарды беріп. 2023 жыл 5-ші тараптар жолдық материалын дәлелдері зерттеп, материал бойынша қаулы етті астана әкімшілік жөніндегі мамандардың қабылдандыру сотының 2023 жылғы қаңтардағы өзгеріссіз шағым қанағаттық қаулы жария етілген күннен бастап заңды күшіне енеді. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 46-шы тармағындағы көзделген тәртібімен қайта қарау. Не айтылды, естілмей қалды. Түсінбей қалды. Түсінбей, ешқандай түсініксіз болып кетті. Не шешім қабылдады?